ақын Аман Калетаев ағамыздың 80 жылдық мерейтойына арналған қоғам және қаламгер атты дөңгелек үстел басындағы әдеби сұхбатта бас қосып отырмыз. Алғашқы құттықтау сөз облыс әкімінің орынбасары Ербол Жолдасбекұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар. Баршаларыңызға Шығыс еліне, Тарғабатай жеріне қош келдіңіздер дейміз. Енді Тарғабатайдың талантты перзенті, ақын жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Калетаев Аман ағамыздың 80 жылдық мерейтойына арналған бүгінгі Тарғабатай жұртшылығында шаралар басталып жатыр. Бұл біріншіден облыс басшылығының атынан баршаларымызды бүгінгі басталған шаралармен құттықтаймыз. Біз енді жақсы сөз бар, той үшін емес, той ой үшін жасалады деп. Сондықтан шынымен бұл өткізіліп жатқан шара мынау жас ұрпаққа, осы тарғабатайлықтарға аса маңызды. Сондықтан біріншіден алыстан келіп отырған мына жердегі біздің елге танымал ағаларымыз қош келдіңіздер дейміз, алғыс білдіреміз. Өздеріңіз білесіздер, мынау Ақжар ауылы шалғай жатқан біздің шекаралас ауылдардың бірі. Мынау тал бөлмеге біз ағамыздың жалпы қосқан осы үлесі қазылған шығармалар туралы бүгін әңгіме құрмақпыз. Оның үстіне мен біріншіден осы ұрпақтарына алғысымды білдіремін. Байын апайымызда келіпті осы жаққа. Сондықтан бүгінгі шаралар барлық сәтімен өтсін дейміз. Енді мерейтойдың осы қасиетті Тарғабатай топырағында бұл туған елге деген ол кісінің талай шығармасын біз көріп қарап шықтық. Шынымен де туған елге деген сағынышы, туған елге деген құрметі, махаббаты бір ерекше өлеңдерінде орын алған. Сондықтан бүгінгі кеш өте маңызды біз үшін, Тарғабатайлар үшін, мына өсіп келе жатқан жас ұрпақ үшін. Сондықтан бүгінгі кешіміз, дөңгелек үстеліміз жақсы өтсін. Мынау алдыда үлкен поэзия кеші тұр екен, үлкен концерт тұр. Бұл мына Тарғабатай жұртшылығына үлкен бір мерекелік шара. Сондықтан біз бәріміз осы қуанышта бірге болайық деп сіздермен орталарыңызға келіп отырмыз. Мына бүгінгі шараларымыз барлық сәтімен өтіп, осы жалпы Тарғабатай жұртшылығынан мына келген ағаларымызға амандық тілейміз. Аман болайық. Шара құтты болсын. Құрметті қауым, құрметті ағайындар, бүгінде жаңа Ербол Жолдасбекұлы айтып өтті. Біздің жеке Тарғабатай емес, республикадан көлемінде үлкен іс-шара өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, біздің осы шығыс өңіріне өзінің қаламгерлік қуатымен, ақындық талантымен танылған Аман ағамыздың 80 жылдығы. Осыған міне Астана, Алматы, Семей, Өскемен, осының барлығынан осы біздің әдебиетіміздің шырақшылары, әдебиетіміз бен өнеріміздің жанашырлары, ұлт қоғам қайраткерлері бүгін міне осы кішкентай ғана залымызда бас қосып отырмыз. Әрине кішкене мына залымыздың тарлығына байланысты қолайсыз жатыр, соған кешірім сұраймыз. Бүгінгі Аман ағамыздың жаңағы осы әулеттің емес, бүкіл осы қазақ қоғамындағы әдеби әлемнің мерекесі деп сезіліп жатыр бүкіл тарғабатайлықтар. Енді мен ең бірінші осы жерге біздің Баян апайымызды көп жылдар бойы біздің жаңағы Тарғабатай қауымы енді қазір көрмей қалғандар да бар. Баян апайымыз орнымыздан тұрып қойса, қош келдіңіз Баян апай. Мен ағамыздың жандары, анамыз көп жылдар бойы ауданымыздың медицина саласында еңбек еткен. Құрметті анамыз, қош келдіңіз. Шығармашылық еңбегі туралы айтқанда, осы бүгінгі міне кішкентай залымызда, кішкентай болса да үлкен әдеби ортадан келіп отырған басқа да біздің оқырмандарымыз бар.
келіп отырған әдебиетшілеріміз бар, жас әдебиетшілеріміз бар, ақындарымыз бар. Соларға құлаққа ас болсын. Біздің ортамызда бүгін міне ұлы ағамыз, Ұлықбек Есдәулетов ағамыз келіп отыр. Нұрдәулет Бәбиқанұлы Ақыш ағамыз, Ғалым Қалибекұлы Қазақстан Жазушылар одағының төрағасының орынбасары, ақын, Тарбағатайға келген қадамыңыз құтты болсын, келіп отыр. Одан кейін міне Семейден, арнайы Абай елінен барлық осы қазақ руханиятына белгілі ақын Тыныштықбек Әбдікәкім, бауырымыз ақын Мерей Қарт келіп отыр. Сондай-ақ міне өздеріңіз білесіздер, Евразия ұлттық университетінің филология факультетінің деканы, белгілі айтыс ақыны болған өнертанушы Серікзат Дүйсенғазин келіп отыр. Енді бізде жаңағы Маралтай райымбегі біз өте қуаныштымыз сіздің екеніңізге. Маралтай қазақ поэзиясындағы аңызға айналған біздің көре алмай жүрген міне оқырмандарымыздың барлығы осы сіз келеді деп барлығы тосып жүр. Қазір міне сыртта да тосып жүргендер бар. Қош келдіңіз Тарбағатайға. Одан кейін бұл жерде біздің Өскеменнен арнайы келіп отырған Шығыс Қазақстан мәдениет, спорт, туризм қызметкерлерінің кәсіподағының төрағасы Түсіпхан Түсіпбеков ағамыз отыр. Көп жылдар бойы біздің Тарбағатай ауданының басшылық қызметтерінде болған ағамыз Манарбек аға Хамитжанов келіп отыр. Арнайы Аман ағамызбенен бірге қызмет істеген, ол кісінің көзін көрген замандастары да отыр. Уәлихан ағамыз, Аяш ағамыз, медицина саласының да істеген Марап Мақжайып ағамыз отыр. Енді мына жерде тағы да айтпай кетпей ренжімеңіздер, Айгүл Жігітекова апайымыз келіп қалды міне қаншама жерден. Енді құрметті қауым, жаңағы университетке қош келдіңіз. Біздің медицина ғылымының докторы, осы Қазақстан медицинасының ардагері Төлебай ағамыз. Қош келдіңіз Төлебай аға. Енді міне бүгін Закарьянов Қайрат Хайроллаұлы, спорт туризм академиясының президенті, педагогика ғылымдарының докторы, бүгін міне Тарбағатайда қонақта. Енді бүгін міне Тарбағатай өте қуанышты. Оның жаңағы Аман ағамыздың тек қана оқырмандары осы Тарбағатайда емес, бүкіл республикаға осы оқырмандарына таныс деп айтуға, әбден мақтанышпен айтуға хақымыз бар. Енді сөзді көп сөзбей, біз алдымен осы жаңағы Аман ағамыздың Жәннәтім елім атты жаңа кітабы келген болатын. Біздің осы Дархан Аманұлы алып келіп, осы кітапты біз кітапханаларымызға тартып, оның алдында тағы да 400-ге жуық барлық шығармалары келді. Қазір оқырмандарымызға таратылған. Енді міне соңғы осы келген жаңа кітаптың тұсаукесерін жасап алайық. Әрине жиыртар осы тұсаукесер рәсімін біз Ұлықбек ағамыз, Ұлы аға сізге берейік деп тұрмыз. Осы Аман ағамыздың бүкіл шығармашылық мұрасының жанашыры ретінде сізді өте жақсы білеміз. Ағарай ақындап шығып кетіп, жаңағы жерден Мареш кітаптың тұсаукесерін естіп алайық, содан кейін ағарай келгенше отырамыз. Жалғыз сау өскен жараспас енді ағамыздың. Осында Жазушылар одағының төрағасының орынбасары Ғалым Қалибекұлы, балалар әдебиетінің жалпы ақсақалы ағамыздың, Нұрдәулет Ақыш ағамыз келсін бірге десем, енді Маралтай өзім басым қояды. Ақын жазушылар бірігіп кескен дұрыс па деп ойлаймын. Сау болсын.
Тарбағатайдың рухани қазынасына қосылған мол қазына деп осы Аман ағамыздың осы кітабын қабыл алып жатырмыз. Бұдан ары қарай да осы кітаптың насихатшылары көбейе берсін. Құтты болсын ағайын. Баян апай жандарына түсіп фотоға түсіп. Қайырлы құтты болсын. Баян апайымыз келіңіз, тағы бір қошемет болса. Мында қарашың. Интересно. Өзіміз көрермен кетпейді, өзіміз көріп жатсыз. Жалпы Аман ағамыздың кітабын оқыған кезде біз жаңағы осы оқырмандармен оқып, сонда көбінесе айтады жаңағы өзгемес өзімді айтам, өз жайымды деп жар салған Қасым ақынды пір тұтып, ылғи өзіне сұрақ қояды екен. Мен осы не бітірдім, сұрақ берем, қолымда қаламым бар, бір ақ берем деп, өзінің өмірін өлеңге айналдырып, жаңағы келе жатқан Аман ағамыздың шабаларын айтуға болады. Енді біз осы жерде жалпы Аман ағамыздың енді өзінің сол ақындық дәуірі өткен, жалпы осы поэзиядағы алғашқы қадамын бастаған, бірге осы ақындық әлемге кірген уақыттарындағы көптеген жаңағы осы мына жерден ұлы ағамыз отыр, қаламгерлер Қадырбек Сегізбаев, Уақап Қыдырқанов, Идахмет Әшімханов, Серік Қабдуллин, Тоқтарбек Қызықбаев, Тұрғазы Мұқаев, Ғалым Байғатыров секілді ұлт әдебиетінің осы көрнекті шығармашылық өкілдерімен байланыста болған, үлкен әдеби ортаның тәлімін алған адам ретінде, ақын ретінде біз танимыз. Ендеше сөз кезегін енді бұл аға өзіңізге береміз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет ағамызға. Осында біздің ішімізде Маратай дейтін үлкен ақын отырған ауылымыз біздің. Мынау мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан шашасына шаңдықтайтын жүйріктің бірі Сұлтан Кеше ғана өтіп осыны біраз ақтап дегеннен мынайсы. Ал енді осы тойға арнайы баяндама дайындап әкелді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті бауырлар. Енді Аман ағамызды біз көре қалдық, оны дәм таттық, сыйластық, әне ретінде қасында болдық, артынан ердік. Осы сапарға келерде құрыл емей, ағамыздың жырма жандарын сүзіп теріп, бұның алдында да мен қазақ өресі хабарласқан болма, арнайы кімді кескен өтпейтін. Мұқағали Мақатаев барлық ақын баласы бір ананың дейді. Демек, барлық ақын мына фәни дүниеге қашан келсе де, қайда жүрсе де мақсаты бір мүддені көздейді. Ол адалдық, ар алдындағы әлбет, алдындағы 18 мың ғаламның алдындағы адалдық. Ақын деген ешкімге бағынбайды, ақын деген ешкімге табынбайды, ақын деген сеніп бір аллаға өрт болады, өртеніп жалындайды. Шындығы осы ғой. Ақын деген арманда өліп, арына сеніп, ойдағалар бір шумақ өлген үшін тағдырын талқысына тас қайып қарсы тұрады. Бар болмысын алаудай асыз көтеріп, кеш өрттей ғайып болып кетер сезім найзағайлары жатқа тоқып қалуға арнайды. Міне осындай ақындардың бірі Аман Кәлетаев. Аман Кәлетаевтың есімі әдеби ортаға әбден мәлім. Ол табиғат салған сүреттей көркем шығыстағы Тарбағатайдың перзенті, тарихта Қорға шайғас деген атпен алған Қабанбай батыр суын ішіп
бетін жуған Шорға өзенінің жағасында дүниеге келген Қаракерей Қабанбай тікелей ұрпағы. Жоғарыда біз мысал келтірген жыр жолдарындағы асқақтықта тегіне тартқан Қарланның аузынан ғана түсер сөз емес пе? Талай мараласқыларды өмірге әкелген қасиетті өлкенің оғланы Аман ағамыздың өлеңдерін алғаш рет өткен ғасырдың 90-шы жылдары жас қазақ апталынан оқығанымыз есте. Содан бері республикалық әдеби басылымдарда жарияланып келеді. 2005 жылы өлке баспасынан жарық көрген Тебіреніс деп аталатын жинағында көрнекті ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ұлықбек Есеулетов алты сөз жазған болатын тұған. Ұлықбек ақында Тарбағатайдың ғажайып табиғаты тамсана келе әйтпесе бүкіл саналы ғұмыры кеңестік тұтынушылар одағында өткен Аман Кәлетаевтың өмір жолы әдебиет пен өлең өнеріне қабысар ма еді? Қанға біткен қарулен қай қиырда жүрген кім болсын қайырып әкеліп өз жолына салмайтын Байдекен-ау деп толғанады. Мұның ар жағында көз нұрын алған табиғат ана мен өр рухты бабалар қанның буынымен жаратылған ақын болмысына барлау жасағандай боламыз. Аман Кәлетаевтың бір басындағы тағдыры мен мехнатының өзі бір кітапқа арқау боларлықтай. Міне менің алдымда ақын ағамыздың Іңкәр үміт деп аталатын кітабы жатыр. Кітапты парақтап отырып 20-ға тарта өлеңге белгі қойыппын. Бір кітаптан 20-ға тарта жақсы өлең оқу аз олжа емес. Сөз басында айтқанымыздай сезім адам жанын қалтарыс бұқарысындағы әлі жұмбаға ашыла қоймаған бір әлем. Сол әлемді жүрекпен түйсініп сөзбен зерделеуді поэзия деп атаған поэзия зәм-зәм бұлақтай мөлдір акварель бояудай тылсым. Ендеше өлең оқиық. Топ шыбықтан майысады бір шыбық, үзілердей үзігеді жыршы үміт, жанарынды жасқам алып жабықпа үркіп қойын секілденген тіршілік. Үмітіне жалғамай, жүрер болса нұрын төкпес таңырай, қысқа жетті күніге де келтірмей, жақаныңда алсаттан жалғанай, жанып сөніп бақытының шырағы, алға тартар уақытының пырағы, көңіл деген көк шашқан көк теңіз, өмір деген бақпен сордың тұрағы. Міне осылай жалғас кете береді. Қадірлі қазақ елі, біз әлгінде ғана Аман Кәлетаевтың Іңкәр үміт деп аталатын жыр кітабы туралы ой пікірімізді білдіріп, лирикалық толғанысымызды өздеріңізбен бөліскен болатынбыз. Енді осынау кітаптағы және бір өлеңді көңіл көзімен екшеп, сана сарасына салып безендеп көрелікші. 6 шумақтан тұратын бір өлең былай басталады екен. Көңіл сырын көз жасымен жуамын, көкіректі бұрқанған жыр ағын, өмірімде, өкінімде кезінде адам болып сезіммен жыладым. Көкірегі бұрғанған жыр ағының қол лирикалық кейіпкері көңіл сырын көз жасымен жуады. Неге? Не себепті дегенде, тағдырдың тар жол тайғақ кешуінде адам баласына айтыла бермес, кім-кімнің де өкінішті сәттері болады емес пе? Қайта айналып соқпайтын, түзетуге мүмкін келмейтін, ұлыстан шығып кеткен сондай бір өкінішті бодауында адами болмысты көз жасымен жауып қатып адам болып сезіммен жыладым дейді. Бұл ақын жүрегінің күлі адамды балса деген алғауыз сезімі. Обалына қалдым деген біреудің содандағы майсанғы тіреудің қарсы алдымнан қақтығыстар кезігіп жүрегіме қаяу салды. Жүрегін басқан жаман байқамастан аяқты, болсан әлсіз өмір қашан аятты, арын таза болса азап шекпейсің өлімшілік бесендағы қаяқта. Абайсызда біреудің обалына қалдым ба деген үргеде күдіп, өмірдегі түрлі қақтығыстарға ұшыраған үнемі санадағы план беріп қалады. Осындайда адамдар қатыгез, адам мейірімді деген даналар сөз еске түседі. Құрметті ағайын, ардақты бауырлар, енді уақыттарыңыз алғанмен ұзақтау нәрсе, кеше Құдай қаласа әлеуметтік желіге жариялаймын, суреттен оқып аласыздар, бәрінде өздеріңіз ашық сауаттысыздар. Рахмет. Ары қарай тоздырып жалғай берейін. Аман ағаны жас кезден танытып білдік. Сайсанға келгенде Аман аға қарсы алып, шағып салып, қонақ қылып, осы ағаның дос болды. Ол кісінің қасында менің туған жездем бас бухгалтері, басында осында бұл. Әші пит дейді, бұда кейін Райпатров Союз
сосын мен мыналардың аштықта жеген тұлпардың дәмі кетпейді дегендей киім кешектің жоқ кезі ғой. Біз енді ақын жазушылар болсын ертең алтына шығамыз, дұрыс киім киюіміз керек. Сол кезде барып жаңағы ет, май, жүн өткізгенде сататын бір дефицит киімдер бар екен. Соны жаңағы мен ет өткізген, жүн өткізген қылып бірақ жасап мен жаңа сатып аламын. Енді тауып сол бір түріктің күрткісін киіп келе жатыр ғой енді жоқ. Сөйтсем көшеден көріп жабса күртті сатшы деп, алмамысың ба, киімін сатамын деген секілді. Енді ағамызбен қатты бір риза болатын, сол кезде таңғалғаным үйімде керемет бай кітапхана. Біздің қолымыз біз таба алмайтын кітаптар сол кісінің үйінде отыр. Тіпті басқаны былай қойғанда балалардың әлі дүниежүзілік балалар әдебиетінің кітапханасы бар. Ағылшындар біздің дархандар сондай терең бай кітапханадан сүзіп ішіп, әдебиеттің, тарихтың тереңін, байлығын, қаймағын көріп бойына тартып өскен. Білімнің бәрі дарханға қайдан келіп жатыр десе сол үйдегі бай кітапханадан шыққан бағамдай беріңіздер. Сол бір күндердің күні болғанда 90-шы жылдың басы ғой дейін Жас Қазақ деген газет аштық. Бұл енді жастардың әдеби газеті болды. Олжас Сүлеймен бірінші хатшы, мен оның ең жас орынбасарым, 5-ші күнде 6-шы күнде орынбасарым. Жастар жөнінде. Сосын жастардың досын, жастардың газетін ашсақ. Алыр қашай. Сонымен біз сол кезде үкіметтен кредит алып отыр. Қазіргі кредит емес қой, процент жоқтың астында. Біз сол газет ашқанбыз, Жас Қазақ деген газет әлі де бар білесіздер. Оны бір жабылып қалған жерінен сол Жас Қазақ қайтадан жалғап берген тағы осы дархан бола тұрып, ал енді сол кезде мен бір талап жастарды жинадым енді. Қазіргі жүрген анау Қазыбек Иса дейтін депутат сол қоласын істейді. Нұрлан Мәукенұлы дейтін керемет классик ақын болды, білесіздер, ерте қайтыс болып кетті. Гүлнат Халықбаева өзіміздің. Тағы Темірғали Көпбаев деген Қазыбек баспасын ашқан нақты азаматтар сол кезде қоластымызда жаңағы бір үйім болды. Сол кезде Нұрлан бір күні бір өлеңді дәкеп оқытып, қарасам бір жолға өлеңді, сондай бір әдемі жақсы. Мынау кімнің өлеңі? Аман ағаның өлеңі дейді. Мен сан тамаша болып қалайын, Аман аға өлең жазушы еді. Қанша жыл бірге жүргенде маған айтпапты өлең жазатын, білдірмепті. Мен айтам, қалай Аман ағаның маған айтпады десем, соны енді ұялған көрініп, қайшылданыпты. Бірақ мен алып қарап, осыны мен әкеп осы жарияласақ қайтып деп өлемей шығарамыз. Содан Жас Қазақ газетінде бірінші Аман аға жазып шықты. 91-ші жыл болу керек. Одан кейін Жас Алашқа бердім, онда шықты. Барлық жерде де ол кісінің өзі жаңағы неме дейді, тартыншақтап жүрген болмаса, өлеңі деген әлгі тас жарып тұрған дүниеде. Өйтсем ол кісі Мұқағалиды айтты екен. Мұқағалидың кейбір өлеңдерінен, бұл кісінің өлеңдерін ажыратып. Себебі жаңағы ақындығы мақсат өтсін. Бірақ мына өмір бақи басқа салада істеген. Мен дарханнан естіп отырып, ол кісі дегенде журналистикаға болып түскісі екен. Бірақ жетіп келмеген. Сосын кейін барған кезде ол басқа салаға тұрып жібереді ғой, бірақ өзінің арманы, бұл арманған емес деген ақындық деген өзі қанмен тәнмен берілген дүние. Мынау әлгі аспаннан беріле тұрған, жаңағы құлағына тұрған дүниеге туады. Ағамыздың қандай басқа салада қанша жүрсе де өлең серігі болған екен. Сосын мен бір жылы маған айтты, бауырым
өз адам болмайды. Осы енді қиындықтар өтті. Сосын дәптерлерін алып қарасам, бірінен бір өтіп, енді бәрібір де алтын болмайды ғой. Ондай бәріміздің де басымызда бар. Бес саусақты дейміз деген секілді. Іштен шыққан шұбар жылан деп қарайсың, бірақ бәрінің өзіміз көрмек, келуден оны сұрыптау керек, өңдеу керек, жөндеу керек. Сондай дүниелерді бағана айтып осыны қорқып жүрмін, осы 60-ына жетем бе, жетпеймін бе. 60-тан кейін, 60-қа толғанда өзімді кітабымды құшақтап өлсең арман жоқ, кәдімгідей осылай. Бірақ ол кісі кітабы шыққаннан кейін ол кісі кітабы шығып жүрген ақынға қуаныш қой. Ол қаншама жыл күтіп жүрген дүниесі. Ол кісі кәдімгідей 60-мен ары қарай серпін алып, сергіп, жақсы. Ары қарай да біраз дүниелер жазды, 70-інің де тойын көрді ол кісінің. Енді қаншама өлеңдерін әндер шығарды да. Қазақстан жазушыларға мүше болды. Мен оны Өскемен қаласында өзіне әкеліп, Аян Атайға Жанболаттың осы біздің Семейден университеттің директоры ол кезде Төребай ағамыз келді, сол болған жазушыларға мүше етуге табыс етті. Қай жылда жылдардың ортасы болу керек жаңасы. Ал енді одан кейін бұл бірінші кітабым мен тебірен істеген атын қойдым. Ол енді шын айтқанда таңдамалы бір қанша дегеннен теріп алған. Сол өзім алғы сөзін жаздым. Ол алғы сөз менің 5 томдық кітап. Ана жылы 5 томдық шыққан соның 5-ші томында ол мақаланы кіргізген. Сол ол тебірен істеген кітаптың басында жүр, ол кітаптың жоқ. Мен сұрап бердім, жерді алып көрсетейіз деп. Ол кітапханада жоқ болып шықты, бірақ басқа кітаптар бар екен. Міне жаңа кітабы қосылып отыр. Жаннатын елім деген. Енді ол кісі біздің қазақ әдебиетіне, қазақ поэзиясына өзіндік үлесін қосқан. Ол баста жарты жаға әлбетті ағамыз сондай керемет ақындар шыққан. Оның кітабын шыққанына мәдениетті басқарып тұрған кезде шығарып берген. Осы мәдениет саласында ақша берді ойнамайтын едік. Жұтап облыстық мәдениетін басқарған кезде қазақ тілінің газетін шығарды, жағы әдеби журнал шығарды облыста. Сосын қаншама адамдардың аяғы істеген, қаншама ақын жазушылардың бұрын өтіп кеткендер бар ішінде, кітаптары шығарып беріп, бұл мәдениетте ақша бар екен деп ойлағанбыз. Бірақ осы бір жерде қазір ер болмауын отырғы мәдениет басқа. Қазірде ақша бар болмайды, да? Қазірде ақша бар. Бірақ сол ақша шыққан үстінен қайда болды. Дәстүрді жақсы жалғастырып жатсың. Айтайын дегенім, енді Аман ағамыздың 80 жылдық мерейтойы жалғыз өзінің жалғыз отбасының емес, осы ауданның да тойы, қалаға шығыстың тойы, және Қазақстанның тойы. Қазақ әдебиетінің тойы. Осында Қазақстан жазушылары төрағасы болса, ауылға негізді. Осынша адамдарды классика ақынымыз қылшықпен дәтімді Семейден келіп отқан. Мерейлі жастардың басшысы жазушылар одағы Семей облысындағы Семейден Абай облысында Астана бәріңіз танисыздар. Қазақтың беткі ақыны, қайраткері, жан-жақтан айта беруі болады. Бұл кісі бір Аман Қалетаевқа жасаған қамқорлығы арқылы
басқа да жұмыстарын айта кету керек. Жастарға қамқорлық жасап жүреді. Жан-жаққа өзінің мұрын шашып жүретін бір азаматтар болады. Кейбір ақындар кішкене өзімшілдеу болып кетеміз, иә. Ұлықбек ондай емес. Мына бәрімізге де осы мына тыныш жүрген маған да кейде жұмыс тауып беріп қояды. Бір конференцияларға барады, Нұрдәулет сен баруың керек, мынаны істеу керек деп. Мына жиынды да осы мен естіген жоқ едім. Осы Ұлқаш дейтін ағалары, Ұлқаш айтты. Сен баяғыдан Аман Қалатаевты білем деп айтып қалып едің. Сондай жиын болғалы жатыр. Сен барсайшы соған. Естелігің бе, жазатын ба, сен сияқты көз көрген қалам ұстағандар қазір азайып қалды ғой деді. Сосын енді бармауға келмеуге болмайтын болды. Содан әбекеңді енді естелікті айта жатармыз. Мына поэзия деген өзі қиын нәрсе. Біреулер ойлайды, ұйқас құрсам мен ақынмын деп. Ондайлар көп. Сөйтіп жүріп жаңағы сыйлыққа ұмтылады, марапатқа ие болып жатқандар бар. Ал бірақ поэзия шкамшыл нәрсе. Оны білесіздер. Оның ішкі бір құрылыстар, ішкі нюанстарын түсіне білу керек. Оны игеру оңай емес. Ұйқасы бар екен, бұлай ақын деп беруге болмайды. Аман ағаларымыз сол ішкі жағын түсіне білген адам еді. Ана кеше Дарханнан естіп жатырмыз, шында да арманы журналист болу керек екен. Тұсалмай кеткен. Енді бұл кісінің өлеңдері өзі сөйлейді. Мен біраз жазып алдым, мына аудандық газетке жібергем. Шығып қалуы мүмкін, егер жігіттердің пейілі кеңсе. Сол жерден оқып алуға болады. Тақырыптар түрлі-түрлі. Сонда айтады, дүние көп сырыңды қалмадым, құпияңды білуге құмар жаным. Жанталасып жардырған толқындайын, тыншытпайды кеудемде бір арман. Ақындыққа сүйреп келе жатқан арман, тыншытпайтын әбекеңнің. Күнім шығып, күлімдеп таңым атты, биік қойдым бәрінен ариатты. Ариат бүкіл қазақтың бұл ұстанатын жалауы. Міне соны өлең жолымен әбекең кезінде ұйқастырып бәрімізге жеткізіпті. Міне күнім шығып, күлімдеп таңым атты, биік қойдым бәрінен ариатты дегенді тіпті мектеп оқушыларына да оқытып, түсіндіріп, жүректеріне жеткізуге болады. Тақырыптар саналуын. Оның ішінде дін тақырыбына да байланысты, адамның өзіне байланысты, сосын туған жерге байланысты өлеңдер. Оның әрқайсысын тебірентіп бір-бірімен байланыстырып жазады. Мысалы, ертерек кетті деп айтамыз, ол кісі өмірден өтетін білгендей өлім туралы бірсыпыра өлеңдер жазып кетті. Бәрін көремін, көнемін де, байтағында тайызын тереңінде, көре-көре жарығын таусылғанда, мен далбаның пендесі өлемін де дейді. Бұл Аман ақын тек өзі емес, баршамызға айтып отырған өсиет сияқты. Тұншық тұрып теңіздей талабымды, өмірден өтіп жалған барамынды, қолымнан керек, бірақ та ала алмассың, шерімді тарқататын қаламын дейді. Өмірінің соңғы кезде өтетінін біліп отырып, өлең жазу қандай ауыр. Біз ақынды сезіне білуіміз керек. Және қандай маржандай сөздер қағаз бетіне төгіліп түскен. Енді оның бәрін шолып жатуға мүмкіндік жоқ. Бір жерде мынау апамның ұршығы деген өлеңмен бір өзімді оқып берейін. Ұршық туралы жазбаған қазақтың ақындары кем деген. Бәрі жазады, бірақ Аман ақын басқа бір қырынан кетті. Былай дейді: қағиданың көнемін қисығына, кешірем бұра тартып сыншыны да, бала кезден апамның зырылдаған, үңіліп қараушы едім ұршығына. Байыздап көңіл шіркен тыншыды ма, апамның ұршығындай зыр жүгіріп, өмірдің шықсам деймін бір шыңына, тұлпарлармен тұғырға таласпаймын, ана деп келеді де, ана ұршықтың айналдыруы оның өмірдің шыңына сүйрейді екен ақынды. Біз қалай соны байқамағанбыз? Біздің де шешелеріміз, біздің де аталарымыз ұршық ергенін көрдік. Бірақ ұршықтың, қазақи ұршықтың мына өзіне тән рухы, оны тауып алып, соның өмірдің шыңына сүйрегенін біз білмейді екенбіз. Соны Аман ағамыз біздің көзімізді ашты. Басқа айта берсек, осындай жан-жақты әрбір тақырыбынан бір белгілі бір дәрежеде мағына тауып алып, оның нәзік қылдарын жеткізу, ол кез келген ақынның қолына келмейді. Мына Ұлықбек біледі, түріме қарамай мен де өлең жазамын. Бірақ ақынмын деп есептемейді. Өйткені ұйқасын келтіріп бәрін ол ақындық емес.
Сондықтан әбекеңмен сол әлгі бір арман қуып жүрген жас кезімізде өлеңде жазып жүрдім ғой енді. Сол Ленин туын деген газетіміз болды. Ленин туы. Соған жіберіп, алғашқы енді ол мен өзіме қатыстайсын ұзақ әңгіме айтып кетеміз. Біздер мына қалам ұстайтындар кішкентай мақтаншақ болады, оның үстіне жас келгеннен кейін. Сондықтан өзім туралы айтуды тоқтата тұрып, бір күні редакциядан жиын шақырды. Мына ауданда қалам ұстап жүрген жастар бар, ересектер бар, бір жиын өткізді. Осы мына ненің ішінде өтті, қазіргі мәдениет үйінің сарайының ішінде өтті. Әбекеңді сол жерде көрдім, бірінші рет. Ауданда мынау жаңағы тұтынушылар қоғамы, тұтынушылар союз потребительінде сонда бір орынбасар болып істеді. Сол жерде көріп, сен мен өлеңдерімді оқимын, сен өзің ақын болып келе жатқансың деп айтты, бірақ мен сол ақын болмадым. Тек қазір ғана жазам, тапсырыспен жазам, бірақ ақынмын деп есептемейді. Соны айтайын дегенім, елге кетіп бардықта мен жиі араласқан жоқпын әбекеңмен. 1991 жылдың марттың басында анам қайтыс болды, Зайсан депті. Қызымның қолында болатын, хабар тесімен жеттік. Ол кезде самолет ұшады, мына жаға қонып, мен осында біраз жолдастарына бірден Зайсанға тарттық. Келгеннен ертеңінде әбекең кіріп шықты, көңіл айтып. Сөйтті де жоқ болып кетті. Үлкен кісілер ақылдасып, мына шешеміздің сүйеген еліне маңыраққа апарып қояйық деді, ол кезде Покровқа. Сөйтіп далаға шықсақ, машиналар тізіліп қалған колонна. Бәрін ұйымдастырып жүрген әбекең екен. Маған айтпаған. Кісілер көлік қайда, қандай кезде 91 жылы бір қиын кезі машиналар тізіп қойған, ең басында өз отырды. Сөйтіп сонау Зайсаннан маңыраққа дейін анамның сүйегін жеткізеді. Сондықтан мұту ондай адамды қиын, сондай мына адамгершілігін жоғарылығын айтайын деп отырмын. Айта берсек, әбекең туралы әңгіме көп. Мынау кітабы құтты болсын. Бұл кітаптың ішінде жаңағы мен айтқан өлеңнен де терең жырлар бар. Бұны біз осы жерде айтқан ой қабылдайсыздар ма жоқ па, мектептің оқушыларына оқытып таратуымыз керек жақсы өлеңдерін. Жаңа көріп қалдым, Абай мектебінің ұстаздары жүр екен. Баршаңызға, құлақтарыңызға алтын сырға, біз осындай жақсы мықты тұлғаларымызды дәріптеумен, насихаттаумен елдігімізді көрсетеміз. Мынау алыста жатқан Тарбағатай ауданының халқының рухы онсыз да мықты, бірақ осындай кісілер біздің жаңағы санамызды сергетуге, рухымызды нығайтуға қызмет ететінін ескерейік ағайындар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет, Нұрдәулет аға, өте дұрыс айтасыз. Мынау біздің Тарбағатай ауданындағы әдеби өрі дейміз ғой енді. Оқырмандар, міне осы кітап оқу мәдениеті қазір бүкіл республика бойынша қозғалып жатқан уақытта осы Аман ағамыздың біз шығармаларынан енді қазір сағат 2-дегі үлкен поэтикалық кешімізде көресіздер. Өте дұрыс айтасыз, мына адамның бойындағы жақсылық пен жамандық, адалдық пен зұлымдық деген мына өзі ақындардың барлық шығармаларының барлық адамдыққа үндейді ғой. Ал осы біздің жаңағы бүгінгі мерейтой иесі Аман ағамыздың барлық шығармаларының барлығы осы кісілік деген қасиетке үндейді. Қазір біраздан кейін сіздер осы біздің осы Аман ағаның өлеңін оқитын жасөспірімдерді де көресіздер. Енді құрметті міне бүгін оқырмандарымыз біздің ортамызға дөңгелек столымызға келіп жатқан қазақ елінің жаңағы мықты перзенттерінің бірі, Қазақстанның халық артисі, қоғам қайраткері Бекболат Тілеуханов ағамыз келіп отыр. Қошемет көрсетейік. Енді сөз. Қадірлі ағайын, тағы да қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ортамыз толып Тарбағатай елі марқайып жатырмыз. Келесі сөз кезегі халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Қазақстан жазушылар одағы төрағасының орынбасары ақын Ғалым Қалибекұлы ағамызға береміз. Құрметті ағайын, той құтты болсын. Баян апай, сіздің тойыңыз ғой. Той құтты болсын. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, жасай беріңіз. Тарбағатай өңірінде жаңа Нұрдәулет Ақшы ағамыз осы жердің тумасы ғой. Кешелі бері бірге сапарлас болып, ана ұшақтан
көлікпен бірге келіп, бір бөлмеде жатқаннан кейін бұл кісі туралы айтпауға болмайды. Бұл кісі қазіргі осы өңірдің мақтанышы, көрнекті ғалым, бүгінгі күні үлкен жазушы, қазақ прозасында орны бар үлкен жазушы. Осы кісі жол бойы Тарбағатай өңірі туралы, Тарбағатай өңірінен шыққан ақын жазушылар туралы толық мәлімет беріп келді, мағлұмат беріп. Мен енді өмірімде осы екінші рет келуім екен. Баяғыда Тарбағатайдың 90 жылдығы болды ма? Сонда бір ақындар айтысы бар, осы Серікзат, сен де болдың ғой деймін. Досқан ағамыз бар, Серікзат бар, Серік Қалиев дейді азаматтар, бәріміз бір Әділғазы алқасының мүшесі болып, сол жюри болып сөйтіп кеткен едік. Сонда бір сырттай көргенім бар. Енді міне ресми келіп, мынандай тойға қатысуымыз, бұның өзі бір біз үшін үлкен мәртебе, мерей болып отыр. Сонда байқағаны бұл өңірден кейінгі кездің өзін Аман ағадан бөлек қаншама азаматтар, талантты азаматтар туған екен. Мәселен, Кенжехан Матжанов ағамыздың, Жанат Әскербекқызының ақын, адуын ақын, осында туғанын, белгілі суретші Еркін Нұразхановтың туғанын, мына Нұрдәулет Ақшағамыздың осында туғанын, соның бәрін біліп, көріп, қатты қуанып, сөйтіп тебіреніп келдік. Ал енді Аман аға мынау Тарбағатайдың төрінде, Барқытбелдің бауырында өмірге келіп, жай ғана бір ауылдың ақын емес, елге белгілі ақын болды. Ол кісінің кеше Арқан бауырымыз айтқандай, жазушылар одағына мүше болсам деген ең соңында. Журналист болсам деп армандап келіп, ең соңында жазушылар одағына мүше болғаны бір оның өзі үлкен арман мұратына жеткендігін білдіреді. Себебі бізде жазушылар одағы баяғыда мына Ұлықбек ағамыз басқарып отырғанда 2017 жылы ойлайын Монғолияға сапарлай бардық. Сонда Монғолиядағы 3 миллион халық қой. Сол 3 миллион халықтың ішінде 3000 мүше бар екен жазушылар одағы. Сонда мен таңғалып келген. Біз өзі қазір 20 миллион халықпыз. Бізде 1200 мүше бар. Ал сол мүшелердің қатарына енгені ол кісінің арманына жеткені ғой деп ойлаймын. Бірақ оған ену үшін ол кісі үлкен еңбек жасады. Артында мол мұрасын қалдырды. Сондықтан мүшелердің қатарына енсе, өзінің еңбегімен жетті. Осыған қуаныштымыз. Бұл кісінің елге жасаған қызметі, мына ұрпағына жасаған қызметі, оның барлығы ешқашан ескірмейді. Біз Аман ағамыздың атымен абыройымыз мақтанамыз. Рухы шат болсын, ресми құттықтауды алда айтармыз. Жеткіземіз. Рахмет. Рахмет, көп рахмет сізге. Енді міне жаңа айтып жатсыздар, Аман ағамыздың өлеңдерінің барлығы бүгін осы Аман ағаның аты бүкіл елдің аузында. Ол кісі бақытты адам. Бүкіл Тарбағатай, бүкіл шығыс өңірі республикадан осы кісінің рухына арналған жаңағы жақсы игі тілектерді арнап жатыр. Ағамыздың рухы шат болсын деп, сіздердің алдарыңызға міне таң атпай келіп, республикадан ақын жазушылар келеді деп шақырып алған, бүгін тосып жүрген балаларымызды ортаға шақырайық. Ақжар мәдениетінің жанынан құрылған жас тұлпар деген біздің әдеби үйірмеміз бар. Сол балаларымыз ортаға келе қойыңыздар. Аман ағаның өзіне таға демейлер қойсын. Микрофон берейік деп өздері микрофонсыз айтайықшы деп жатыр. Даусымыз қатты. Аман Калетаев, өкпем бар. Өкпем бар, өмір саған, тарқамаған, содан да жүгім ауыр арқалаған. Егер менің арманым орындалса білемін, қуанышқа арқаланам. Қалады арман бірақ,
көз ұшында, сездірмей өзінің ол алысында. Ілескен оған жалғыз көңілдеген керек емес, шабысың, табысың да. Өкпемді қалай саған сездіремін, жүрген бір маймыр алмай кездік едім. Ізденіп, араласып жүрсем дағы ғұмыр-ай, сені неге аз білемін. Бұл өкініш өзімен ала кетер, қуғанына айтсаңшы кім бар жетер. Мені осы дүние сүріндіріп, өксітерді, өртерді, адам етер. Сұрамаңдар жығылған шақтарымды, сұрамаңдар оқыс бір басқанымды. Оны өзі жеткізер өсекшілер сұрасаңдар, асудан асқанымды. Марқайып бір қаламын сезім кернеп, бойым толған, таусылмас өлең өрнек. Алға сөйлеп, сартап боп жатқанымда шоқтарымды үрлеген жағып келді. Тәңір-ау, тозағыңа салсаң дағы, жарқырам жортамдағы сансаң жан. Көтерем қандай ауыр болса дағы өмірден, өзі салған бар салмағы. Тарқамас, тарқамайды өкпемнен. Албаты аттан салып көшкермедім. Бір нәрсе, бірақ нәрсе сенетінім. Өз ұлын ұмытпайды өскен жерін. Аман Кәлетай, анашым. Арызымды қалай ғана өтеймін мен анашым. Маңдайымды ескейсің, өзіңе жас аласың, қуанышың мұңға айналып кетпесін. 15-ші жылда сенің жүрегің жарасың. Қанша есейіп кетсем дағы балаңның, бар байлығын сыйласам ой даламның. Сонда дағы қайталанбас білемін, осы жайды ойлауменен алатын. Бар ананың жүрегінде жылулық, кешір ана, қателік көп ұлың жоқ. Өткен өтті басым дейдім өзіңе, серіліктен сергектікке бұрылдық. Қайран менің қам көңілді анамай, әкелемін қалай ғана толағай. Еңбегім бар естен кетпес ешқашан, бізде үшін бал жинаған арадай. Анам менің хабар күтіп телмірген, қос еңкейсе елеңдейді сеңгірден. Ауыр ойдың бар азабын көтеріп, пәк жүрегін болашаққа сенбей. Аман Кәлетай, шұғылалы шығысым. Шығыста мөлдіреген марқа көлім. Мен оны қасиетті арша дедім. Табиғат сенің берген сұлулығың, қалайша оны ешқашан өлшемедім. Сұлулық сезімімді елжіретіп, кетеді кейде мені ол жүдетіп. Әсемдіктің аңғармай қасиетін, талайлар тебіренбей келдік етіп. Шығыстың сұлулығы шамшырағым, сезімнен кейде мен жыладым. Өзімді еркелетіп туған жерім. Бұл қай ғасыр демін. Біреу келіп өмірге, біреу кеткен, байда өткен, жарлы мен жүдеу өткен. Қиындыққа қажымай тайталастым, қабыл болған дұғасы тілеу көппен. Қалыбына салады қағидалар, жанарымнан жақсылар таниғалар. Дем береді, демейді қолтығымнан, жігерімді өткірлеп жанидылар. Кезігемін, жабырқап керекемен, біле білсең барлығы берекеден. Кері тартып, кейіндеп қалғам жоқ, түсіремін өзімді неге төмен. От береді бойыма болашағым, биікпін де біреуден аласамын. Толқыны бар алдыңғы ағалардың, үлесіме үлгеріп таласамын. Қонақпын ғой, таңғалам тағдырыма, ұқсат алмай келеміз барды мына. Көне беріп көмексіз сезімдерге, шөлдеген жан едім мен жан нұрына. Есеңгіреп, ескеткен шақтарым көп, ел тұлғасын айтамын мақтаныш деп. Қамыққанда отырдым, қайтейін деп, таңым неге нұрланып атпадым деп. Сұр кетті қуарып жасыл белдің, уға бүкті барлығы асыл жердің. Өзегімді өртермін, дәрменсізден ұрпағыма қандай бір ғасыр келді. Рахмет балаларымызға қошемет бергеніңізге. Сәлеметсіздер. Осындай үлкен шарада кітапханашы өзімді таныстыра өтейін. Қадырбек марқұмыз жас мамамын. Өзімге қалыспай Аман Кәлетай атамыздың бір өлеңін оқып берсем деп. Аман Кәлетай, сәттерім-ау, Түңілумен келемін, қайдар мен көз жетпеген тереңім. Әлі талай алынбаған алдымда,
бар екенін биігімнің сеземін. Құштар ғұмыр құшағыңнан шығарма, жарығымның қасиетін ұған ба, кейбір шақта кесір мінез көрсетіп, шығып кетем сырт айналып шығынға. Қуанышқа кенелмеген кездерім, күнін кешіп қаңғыбастың төзгенмін, қамқорлығын асқар әке аңсаумен ұрпағымның нұрлы күнін көздедім. Сұрамаңдар сүрінгенде себепті, онсыздағы өртеп кетті өзекті, қалжыңдары мазамдалып кекесін, әбден менің көңілімді мезетті. Содан болар баға бермей өзіме, түсіп жүрем әбес қылық тезіне, қалады екен амал не, осалдығым опық жеген сезіле. Өз түйінім ешкім білім түймеген, сыбағамды айтпай-ақ қой түймеген, аулақ жүріп адам болуым мүмкін бе, ғашық болып жалынына күйілген. Соңғы үмітім соны сезім еместі, ақыл менен нәпсі жауап егесті, қайырылмай қабы кеткен күндерім, тереңінде тұр көңілдің көмескі. Қарағойдар, балалар, рахмет сіздерге. Енді Аман ағамыздың поэзиясының тек қана өлең емес, өмірге айналған сәттерін сіздер 1-2 сағаттан кейін үлкен сахнадан көретін боласыздар. Енді осы жерде Аман аға туралы әңгіме айтқысы келіп отырған адамдарымыз өте көп. Біз үшін міне осы республикадан келген үлкен әдебиет өкілдерінің пікірі өте құнды. Сондықтан мен келесі сөзді міне Абай елінен келіп отырған белгілі ақын, қазақтың қасиетті ұғымдарын, қазақтың ұлттық дүниетанымы арқылы Қассақ деген Қассақ аңқымасы кітабының авторы, осы философиялық кітап жазған Әбіш Кекілбаев ағамыз, Мұхтар Мағауин ағамыз, Фариза Оңғарсынова, Темірхан Медетбек, Нұрлан Оразалин ағаларымыз тағдырлы құбылыс деп бағалаған. Тіке сізге көп осы келуіңізбенен енді Тарбағатай оқырмандары сізді бірінші рет көріп отыр. Біз жаңа Маралтайды Мұқағали секілді елестетіп, балаларымыздың да сұрап жатыр ғой, Мұқағали секілді ме деп. Сол біз үнемі айтып отырамыз жаңағы ақындардың қандай екенін міне осы Аман ағамыздың артынан ерген. Енді қош келдіңіз, құрметті қонақ ретінде. Мерейді ары қарай жас қой, тағы. Енді әуелгі сөзімді Баян Тәтіме сәлем берген бастаймыз. Сәлемді қабыл алыңыз. Сіздерді қайтадан еске алынып, кітабы шығып, үрлеп өтетін болса, ол ең әуелі сіздің еңбегіңіз деп шығады. Өйткені олай айтатын себебі менің өз басымнан алуыма болады. Мен өзі мына жұмыс жасайтын кезімнің 20 жылын жұмыс жасаған жоқпын. Ол ең ауыр 90 жылдарға дөп келді, сәйкес келді. Сонда менің жарым айтты. Мен айттым, бір енді құрылысқа барып, бір жұмыс жасайын енді деп. Сонда өз бизнесті оқығанымды ұмытып кетіппін, мұғалім екенімді. Сол құрылысқа барып, ақша табайын десем, айналайын. Тыныштықбек Құдай бізді қосса, сен жазудың ойдың адамысың. Ал мен саған қара шайың мен қара наныңды мен тауып бермесем маған серт деді. Сен жаза алмасаң саған серт. Осындай әңгіме болып еді. Сондықтан біз сіздерге қарыздармыз, қай уақытта. Ал енді сіз өзіңіз ақынмын деп есептеңіз. Өйткені алдарыңызда Дархан деген осында үлкен өлең отыр, тірідей қазір көзіміз алғаш рет көріп отырмын. Сіз негізгі авторсыз. Қосалқа авторы Аман аға. Мен солай ойлаймын. Ал енді Дархан бауырым бас болып, бәріміз небір қасқамен жайсан қазақша айтқанда, ағай мен сығай жиналған бір үлкен жиылыс өтіп жатыр. Аман ағамызды еске алып, осы Аман ағаны еске алған кездерде мен мына Тарбағатайдың мына Қытай жақта, Тарбағатай жақта дүниеге келген Хамит Балшебек деген ақынды есім аламын. Оны сіздер білесіз шығарсыз деп ойлаймын. Ана бір жылдары сондай кішілігі, адамгершілігі, мықтылығын мына Өскеменде бір мүшәйра болды ма,
сонда келіп қонақ үйде жатқан іздеп келді сонда. Менен о бір мүше жас үлкен. Сол жасына қарамай, мен ол кезде ешқандай атағым да жоқ, ештеңем де жоқ. Жай тыныштықбекпін. Сонда келіп танысып едік, біраз сөйлесіп едік. Бұл менің ол кісіні тұңғыш көруім де, және соңғы көруім де екен. Ол кісі 7-ші жылы дүниеден өтіп кетті, өкініштісі. Мұны неге айтып тұрмын, ол мына қазақ жалпы Хамит ақын дегенде бұрынғы Хамитіміз бар, үлкен Хамитіміз, білесіздер ғой, ақсақал. Ал мына өкініштісі осы мына большевик Хамитті әлі жұрт біле бермейді. Неге? Себебі бұл кісілер сол өзінің туған жерін, туған елін қимай, осы өмірде, осы өздерінің туған жерінде қалып қойған азаматтар деп ойлаймын. Бұл жарнамасы жоқ, үлкен ортаға бармаған. Құдайға шүкір, енді кеше ғана мен оқыдым. Тоқтарәлі Таңжарық деген бір ғаламат бір дарынды жігіт бар. Өзі бір жағынан журналист. Сол кісі осы Аман ағам туралы мақала жазыпты. Сонда таң қалды, менді жасыратыны жоқ, Аман ағамның мен өлеңдерімен онша мен таныс емеспін. Соны мақаланы жазғанда сонша сүйіспеншілікпен жазған, және ана өлеңдері керемет екен. Сондықтан бізге мына енді Аман ағаның 80 жылдығын атап өтіп жатырмыз ғой. Енді осыны шындап қолға алу керек деп ойлаймын. Кәдімгідей ол кісінің Абай, Қасым, Мұқағалидан үйреніп, сондай бір қазақтың қара өлеңін өзгеше бір құлпыртқан адам ретінде бұл кісі жалпақ қазаққа мағлұм азамат болу керек деп ойлаймын өз басым. Енді әлгінде Аймарал деп атайын, Маралтай бауыр, бұл елдің еркесі. Бұл өзі айтты ғой, мен Аман ағамның соңынан еріп жүрдім деп. Бұл өзі ылғи бандит адамдардың соңынан еріп жүретін. Соған қарағанда, менің Аман ағам да сол жағынан бандиттеу болған ау деп ойлаймын. Суретіне қарадым. Шынала кепретті, кесек адам екендігін суретінен байқадым. Енді осы Дархан бауырыма да қарасақ та, жазда сенің оқып баламыз деп ойлаймын. Сонда Дархан бауырым, тағы өзіңе рахмет. Біздің басымызды қосып. Бұл Ақжарда мен тұңғыш рет келіп отырмын. Мына құйғанда болған, таң қалған, анау арғанатының басына шығып, бұны жақта етікші шыңын көріп, құйғанның суынан дәм тартып. Мына Жетарал менен анау Толағай тауын көріп едім, сол арғанаттың басында тұрып. Содан мен енді дәм тұзым, осы дәм шақырып, сіздердің мына шақыртуыңызды алып, осында келіп қалып, мына халықпен жүздесіп отырып. Мен өзімді сол Абайдың өзі поэзияға кеш келген адаммын. Өзімде бір аңқылдақпын. Сіздердің осы көрсем ақ болды, өзімнің туған туысқандарымды көргендей бір ерекше тебіреніске түсем. Сондықтан сіздерге де рахмет. Бүгінгі келіп осылай жарқын жүздеріңізбен қатысып отырғандарыңызға. Енді сөзімді көп айтар, әлі де сөйлейтін азаматтар бар, соны мені тұйықтайын. Аман аға бір арнап, бірер өлеңіміз бар еді. Аман Қалетаев ақынның рухына. Тартылар таң жоғары іңір төмен, екі ара бұ дүниелік ғұмыр деген. Бармысың ақын жұрты тарбағатай таушы, құдайы бар күбірлеген. Кім білген көкейдегі шер ме мүлік, ақынның әрбір сөзі елге мүлік. Тойына Аман аға рухының толғана біз де келдік желге мініп. Аузынан жұмаққа дәм самал ұшқан ақынның ақылы құс, ары арыстан. Бе өлең, сен өлмейсің қазақ барда, бе өлең, көңілстан, обалстан. Өлеңде, жиеніңде, нағашыңда, олардан артық туыс табасың ба? Деп ақырын күбірлейді өз-өзіне бір бала.
қанды судың жағасында. Рахмет сіздерге. Мен мына ойымды сізге, Шәке, мен сізге осы беріп жіберемін. Қазір жинап жатырмыз біз. Рахмет. Жалпы құрметті ағайындар, көп рахмет. Міне қандай жақсы бір рухани серпіліп қалдық. Енді жаңа айтып жатсыз, Хамаң Шығыстың Мұқағали атанған Хамит Балшабеков негізі жүрсін Ерман ағамызбен өте жақсы әдеби араласқан адам. Мынау қазір Зайсанға қарап тұрған шірікті де өмір сүрген. Бізде сол кісіге Мұқағали секілді табынатынбыз. 1967 жыл осы Жазушылар одағынан ол кісінің Жылқышы әні деген кітабы шыққан. Енді үлкен әдеби ортадан алыстаса да, бірақ біздің шығыс өңірінде жалпы өз ақындарды қадірлеу, шығармашылық адамдарын сіздің де шығармашылық кесіңіз ол зортабылды өтті. Ол жағынан біз кенде емеспіз. Мына Аман ағамыздың артынан ілесіп келе жатқан қазір үлкен сахнадан өлеңдерін тыңдайсыздар. Жаңағы біздің ақындарымыз мен жас ақындарымыздың атын атап қояйын. Ринат Қожахметов деген, міне орнынан тұрып қой Ринат. Ержан Әділбеков, Мұратхан Ахметбек деген ақындарымыз жаңа осында сіздермен жүздесіп бір ауыз сөздеріңізді тыңдайық деп келіп отырған көрермен ретінде. Олардың жаңа Мұратхан Тұрпай орнынан ақындарымыз біздің жалпы Тарбағатай ауданында жазбадан Ұлықбек аға 40-қа жуық ақындар бар. Біз нөмірі осы аудан басшылығының қолдауыменен аудандық, облыстық жыр мүшәйраларын өткіземіз. Айтыс ақындарында кенде емес, жаңа жұртта ғана біздің облыстық ақындар айтысы өтті. Жалпы шығыс өңірінде мына руханияттың керегесі кең, енді өте жақсы жұмыстар жүріп жатыр. Енді бүгінгі құрметті қонақтарымыз міне сонау Астанадан келген Гумилов атындағы Евразия ұлттық университетінің ғылыми кітапханасының директоры, философия ғылымдарының кандидаты Бақытжан Оразалиев деген біздің құрметті қонақ. Үлкен сәлемін алып келдік. Шерікзат екеуміз көтергенімізше негізгі байлық мына осы ауылдың негізгі оқырмандары келешек үлкен жас тұлпарлар, нағыз тұлпар қылатын осы кітап оқыса, осы кітапхананың негізгі байлығына үлесімізді қосып, біраз кітап көтеріп келдік сыйға. Сонымен қатар ректор Ерлан Баташымыздың шешімімен біз мына бүкіл Евразия университетінің байлығы электронды кітапхана 26 әлемдік бағаға жазыламыз. Сонымен қатар мына біздің бүкіл ғалымдарымыздың еңбектерін сандық көшірмеге аударғанбыз. Осының бар интернеті бар, осы ауылдың балалары бүкіл ғылыми ақпаратқа қол жеткізді осы. Оның еңбек көзімен осы рахмет. Той-тойға жалғас. Кітапхананың директоры. Өзімді бір кітабымды қосамыз. Мұхтар Мұғайынның Ала Сапыраннан бастаған жаңа мына жақсы кітаптарды осы кітапханаға өтіп Шерікзат ақын өзінің кітабында қосып жатыр. Көп рахмет, міне кітапхана қоры үлкен байлықпенен кеңейіп жатыр. Рахмет көп қадірлі ағалар. Аман ағамыз жақсының шарапы деген қазақтар сөз бар ғой. Шылай айтпақшы міне есірістің шарапатының арқасында сіздердей барып әдейілеп барып қолдарыңызды алып, қастарыңызда жүріп қатарларыңызда болатын үлкен зиялы қауым бүгін бір жастар бір дөңгелек үстелдің басында жиналып отырсыздар. Тағы да қош келдіңіз деп тілеймін. Бекболов ағамызға сөз кезегін ұсынсақ деп тұрмыз. Қадірлі ағайын, қадірлі тарбағатайлықтар. Аман ағам енді біз баласы сияқты болдым демесем де, енді баласымен дос болғаннан кейін өте бір жақын араласқан, сондай тілектесім болған, мен үшін қымбат болған ағаларым бірі. Енді бұл ұрпақ Аман ағам буыны қазақ атайды ғой, арғымаққа тай телеу деп, тай телеу ұрпақ. Өйткені 40-шы жылдар, 30-шы жылдардың бүкіл ұлттың қаймағы сыпырылып,
жақсы. бәрі кетіп, тексіздену процесі әбден өтті. жемісін берген кезде, ана Микрофон берші, дұрыстап. қолына беріп. Мына тексіздену процесі дейтін болған ағайын. Ол қалай деген кезде сіздер білесіздер, білсеңіздерді айта кетейін. Мынау екі кісінің басын қосып есіктің алдын сыпырта алатын қабілеті бар адамның да түк қоймай елдің бәрін бай, төре, қожа, молда, руханият, ақын, басқа деген бәрін қырып атқан кезде қаймаға сыпырылған қазақ қоғамының орнына келген сол арғымаққа тай төле болған Мағауиндердің, Әбіш Кекілбаевтардың, одан кейінгі ұрпақтың осы жалғасы Аман ағаларымыз. Бұл кісілер кәдімгі советтік идеологияның құрсауына әбден, былайша айтқанда, мектептен бастап жылдай қолға алынып, отарлық саясатқа сіңірілгенмен де анау қанға сіңісті тегінде қалған тектілікпен осы өзінің ұлттық сипатын сақтап, ақын болып, елге, туған жерге деген махаббатын жүрегінде сақтап қалған ұрпақ. Қарап отырсақ, ағайын, ақынның, жаңа мен Нұрдәулет ағам бір керемет сөз айтты. Домбыра ұстағанның бәрін домбырашы күйші демейміз ғой. Сол сияқты ұйқастағанның бәрін ақын деп айтылмаймыз. Сол сияқты кейде бір күйші болуы мүмкін, пернесінің несі толық болмауы мүмкін, нотасы. Бірақ ар жағында бір күйшілік потенциал болады. Қалай енді түсіндірсе болады енді. Ол жаны күйші болып, жаны музыкант болып туған адам болады. Бірақ оның бір кемі, бір қайнау ішінде болуы мүмкін. Ал сол сияқты кейде бір осы бәрі мұқият, бәрі дұрыс, бірақ тартқан күйі жүрекке енбейді. Өйткені жүректен шыққан жоқ, бәрі машинально қабылданған нәрсе болады. Табиғатында ақын болып туған адам. Табиғатында, сосын білесіз бе, басқа қарағанда, мысалы Абай дулаттардың мықты болу себебі, Абай қалай дегенмен де елісін араласқан адам, болыс болып көрген, таяқ жеп көрген, қоғамнан таяғын жеген, басқа сосын ішіндегі бүкіл қалтарысының бәрі поэзия болып төгілген деген сияқты. Аман ағамды көп әңгімелестім, сол кезде қарап отырсақ, осы Тарбағатайда, Зайсанда үлкен қызметтер істеген. Патриотсоюзда бастық болып деген сияқты, қолына тізгін тиіп, қолына тізгін тигеннен кейін енді адамзаттың мінезі сондай, шаужайыңа жабысу, өмір көруің, қор алмастықты көруің, әртүрлі тарлыққа душар болуың дейтін нәрсе ол қалыпты жағдай. Ал бұл ақын адам үшін ауадай қажет нәрсе. Адам Жұмекеннің айтатын сөзі бар ғой, өз басының сорына өлеңінің бағына кездесу қорлама деген сияқты, өлеңінің бағына сондай бір өмірдің бір талқысын көруінің өзі, осы бір қиналысты көруінің өзі осындай поэзияның тууына себеп болған нәрсе. Одан кейін мен өзі екі адамды, үш адамның сөзінен шығардым, Нұрсұлтан Әбішевтің сөзіне жаздым, содан кейін осы Аманғали Айтбайдың сөзіне ғана ән жазып көрдім. Оған жазған себебім, енді Дархан менің інім ғана досым, әріптесім болды. Енді мәнсап шалқытпайтын адам болмайды ағайын, атақ шайқамайтын адам болмайды. Атаққа ие болған соң кез келген адам, мықтымын деген адамның барлығы да ол ақшаның, атақтың буынан астына табай бекер айтпайды. Қуанбақтық пен мастықтың үлкені мыңнан бірақ кісінің көтерілмейтін ақыл бойында қалады дейді. Ол ақылға ақыл қоспайтын белгілі. Сен алтын ашылмайтын ақылың бойында қалады дейді. Осындайды сезгеннен бе, ақын әкенің жүрегі мақтанба балам, мастанба, шықтым деп биік асқарға, алдыңнан бөгет кезсе, жабаға көзімей жасқанба, мақтанба балам, мақтанба. Шында да біздің мақтаныңқырап жүрген кезіміз шығар, әкенің көзі көрген шығар. Оны айтып отырған, ол тек қана ақын болған жоқ. Аман ағамыз тәрбие білген керемет әке болды. Аман ағамыз Баян тәтемізге керемет жар болды. Әке ретінде де, аға ретінде де, жар ретінде де, ел ішінде қоғамға қызмет қылған қызметші ретінде де өзінің азаматтық сипатын сақтаған, ақындық позициясын ұстаған сондай керемет адам еді. Енді қазір айта беруге болады жоқ. Біз Дархан екеуміз үкіметтің маңайында жүрміз, бірақ Аман ағамен сөйлессек, кейде оппозициялық әңгімелерді бізге айтып отырады. Өйткені ақынның жүрегі қандай көнбейді, ол кейбір правиларға бағынбайды. Той ақын. Білесіз бе? Ол кейбір ережелерге мойынсұнбайды. Кейбір нәрседе орыс ойына келген істейді демекші деген әңгімені айтып отырғанда, баласының жүрегі зырқыртай қалуы мүмкін, басқа адамның зәресі кетуі мүмкін. Бірақ осындай нәрсені жасырмай позициясын білдіру, және осы болып жатқан нәрсені білесіз бе? Мүмкін бұл сөз мартық шығар.
артық болса да енді айта берейік, бізде ақын болмаса тақаның о жақ бұл жағымыз. Мысалы үшін, ана жүйеге кіріп, ана режимнің ішінде жүргенсен, кейбір ережелер болады, бұзуға болмайтын, ана қалыптан шығуға болмайтын нәрсе. Бірақ Аман ағамыздың Дарханға болсын, Қайратқа болсын, басқа балаларына болсын берген тәрбиесінде негізгі өзінің бір позициясын ұстап қалу. Қазақша айтқанда табанында бүрі болу дейтін нәрсе. Кейбір нәрсе келгенде ұлттың үлесін бермеу. Жеме-жемге келген кезде елдікке тарту, жеме-жем келгенде қазақтың ұлттың намысы дейтін нәрсені Дархандардың бойына сіңірген сол әкесі. Кейбір нәрседе мүмкін ноқтаға бас тимей қалса, сол әкесінің кесірі. Кейбір нәрседен артық болса, әкесінің арқасы. Ақын болу, өз жырыңды жырлау бұл оңай нәрсе. Бірақ өзіңнің бойындағы ұстанымыңды баланың бойына бере білсең, бұл сенің әкелік мықтылығың. Сенің ақындығың да, азаматтығың да осындай жерлерде көрінеді деп ойлаймыз ағайын. Сондықтан да Аман ағамызға құрмет көрсетіп отқан Тарбағатайлықтар бәріңізге рахмет. Мен жалпы Тарбағатайға былай аңға шыққаным бар, бір жүрдім бардым, бірақ ресми осы келіп тұрған, табан тіреп тұрған жерім осы ғана. Бірақ Тарбағатайды мен осы Дарханның арқасында, Аман ағамыздың арқасында жақсы көремін. Өйткені сондай көп әңгімелескен кезде сол елге деген, жерге деген махаббаты шығып отырады. Бір Тарбағатай келіп қалды десе, Дархан мен биікте жұмыс істеді ғой, енді администрацияның бірінші орынбасары болды, үлкен министрлікте істеді, посол болды. Осы бір адамның басына қажетті мансаптың біраздан өтті. Бірақ бір бойындағы бір әкеден сіңген қасиет. Тарбағатайлық келді десе, кабинетіне шығып, анау ауыздағы жаңағы милицияның контроль пункттың қасына барады ғой. Білесіз бе? Осындай елге деген, жерге деген махаббат, бұл ананың сүті, әкенің күшімен, атаның тәрбиесімен келетін нәрсе ғой. Сөйткен Тарбағатайлықтар, сіздерді өздеріңізді көзбе-көз көріп отырмын, өте рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Жаңағы өлең оқыған 4 бала, әсіресе бірінші бала, негізі ақын бала деп ойлаймын. Анадан нәрсе түсіну үшін, оқу үшін бар ғой, білесіздер. Театрымыздың жас актері ол баламыз. Актер болғанда әр жағында бір сау сүйілдің боғы емес. Осындай жақсы балалар ұрпақтарымыздан жалғаса берсін. Осын түсінетін, осын поэзия кеші дейтін нәрсеге, сіресіп адамға келу дейтін нәрсеміз, жиі кездесе беретін нәрсеміз. Өлең түгілі жай қазақтың сөзін түсінуге адам жоқ па деп зар болып қалдыңыздар деп ойлаған кезде мынандай нәрсе бізге үлкен үміт себет. Осыған себеп болып отырған азаматтар бәріңізге рахмет. Ақтарылтып мына келіп отқан Маралтай саған да рахмет. Оларға рахмет. Енді қалғандарыңызды серізат білеміз. Тынышбай ағамыз бәріңіз келіп отыр екенсіздер. Қадамдарыңызға сауаптан жассын. Осы елдің бір осындайдан еңсесі көтеріліп қалатын шығар. Аман аға сияқты, Дархан сияқты осы Тарбағатайдың бауырынан ұрпақтар өсіп өніп, исі қазақтың алашты баласына қызмет етеміз. Көп рахмет. Енді ары қарай бір ауыз тілегімізді мына жерде жаңағы біздің Закарьянов Қайрат Хайролла болып отыр. Тарбағатайдың құрметті қонағы. Қайрат аға өзіңіз айтып қойыңыз. Мына Тарбағатай өзі жалпы өнерден де, сосын спорттан да мықты. Тарбағатай спорттан шулап жататынын білетін шығарсыз енді. Бізде жаңағы әлем чемпиондарының сан жетпейді. Сіздің тәрбиеңізде де көптеген чемпиондарымыз тәрбиеленіп жатыр. Рахмет, білеміз. Мен математика профессоры болсам да, бірақ соңғы 25 жылдың ішінде қазақтың көне тарихын зерттеп жүрдім. Бірнеше кітап жаздым. Осы Тарбағатайдың кітапханасына ұсынайын деп отырмын. Мына кітаптар Лондонда ағылшын тілінде шыққан, Америкада, Токиода кітапханасында бар. Не жөнді осы кітаптарым? Мынау Ресей кезінде, Совет үкіметі кезінде мынау қазақтар, орысша айтқанда, дикие, варварские племена деп айтқан бізде. Мына кітаптарымда ең бірінші мынау дүниежүзілік цивилизация Европада құрылған жоқ. Ол мынау Шығыс Қазақстанда құрылды деп сол жөнінде жазғам. Содан кейін мысалы
Шыңғысхан жөнінде айтсақ, ол ешқандай моңғол емес. Ол мынау Бұқтырма өзені Еріске құйылғанда сол жерде туып өскен жері сол жерде. Мен осы жақында әкіммен кездескенде Саттығановпен сонда айттым. Осы жерде Шыңғысханға үлкен бір ескерткіш қоюымыз керек. Мынау өзіңіз мемлекет тарапынан қоймасаңыз да, біз мынау бизнесмендердің бәрін жиналып, бәрібір қоямыз деп айттым. Мақұл деп қалды. Талай-талай мынау мысалы Конфуций деген философымыз бар. Ол ешқандай Қытайдың философы емес, ол да біздің ұлы даланың ұлы перзенті. Сол жөнінде мына кітаптарым жазылған, осы кітаптарымды Тарбағатайдың аудандық библиотекасына ұсынайын деп отырмын. Рахмет. Көп рахмет. Әкімге тапсырайын. Көп рахмет. Енді құрметті қонақтар, бүгін міне осы қазір мен сөзіміздің аяғында қалдырып отырған біздің Тарбағатай топырағының төл перзенті, осы Қазақстан медицинасының мақтанышы болатын біздің Төлебай ағамыз отыр ортамызда. Өзіңіз сөзді түйіндеп жіберіңіз. Қазір енді біраздан кейін бізде үлкен қатым болады. Сол жаққа қарай барғанша уақытымызды үнемдейік. Құрметті жерлестерім, Тарбағатайға келгенде сондай қуанып отырмын сіздердің жүздеріңізді көріп. Менің айтайын дегенім, Аман аға менің әкемдің інісі. Соның Аман ағаның адами болмысы туралы бір-екі әңгіме айтып берейін депті. Қандай кісі екенін, ақын қандай болатын, ақынның құндылығы неде болатын, осы жерден көрінеме деп ойлаймын. Біріншісі, менің әке шешем ерте өлді. Мына Тәуке ауылында, Шорғада. Сол зираты құлап қалды. Үлкен апайым маған көтеріп қойды, қазақта ондай ырым жоқ деп. Соны маған айтпай, бізге айтпай Аман аға қосып тастапты. Келесі жылы келсем, шөп өсіп гүлденіп тұр. Мал таптап кеткен ғой. Енді бұндай нәрсені қалай ұмытасың? Бұндай адамгершілікті қалай ұмытасың? Бұндай аруаққа, рухқа деген тағзымды қалай ұмытасың? Оның әрбірдің бойымызда жоқ қазір ондай. Екінші әңгіме. Мен бас дәрігер болдым, мына Ридер қаласында Лениногорскте. Жоғарғы кеңесінің депутаты болдым. Министр болдым. Жезқазған облыстық басқарды. Сонда Аман аға звондасам, жарайды. Құттықтамайды. Өйтсе мені менсінбей жүр екен. Содан бір қызық жағдай болды. Жезқазғанда жүргенде Шымболат ақынмен дос болдым, керемет дос болдым. Содан кейін осы ауылға келе жатырмын тағы. Содан кейін Дархан звондап Аман ағам айтты, қарсы ал Төлебай ағам деп. Сол менің Нағымар, менің ұстазым, соны менен алып кетті, Нағымаров айтты, Шымболат Тарбағатай жақта жүр деді. Соны мына Георгий Қабатовның заправкасына келсек, Шымболатпен кездесе қалдық. Шымболат мені басса, ой, Тәуке андай мұндай деп, ойға мынандай здоровый, бетімнен сүйіп. Соңын Аман ағам таныстырып, соңын машинаға отырғанын дейді. Ей, жаманлы адам болыпсың ғой, Шымболат сенің досың екен ғой дейді. Міне қайдаты. То есть его оценка. Мына ақындықты, ақынның жүрегі таза болады. Жүрегі кір адам, оны ақын бола алмайды. Ары кір адам. Сондықтан осындай нәрсе. Енді үшінші әңгімесін айтайын. Мына Дархан айтты, аға сіздің әке-шеше, менің ана апам бәрі ажеп жатқан жердің бәріне бір мешіт қойым деген арманың бар еді ғой. Мына арман қайдан келетінін білмей қалады екенсің ғой ресурстың. Аллаға жетсе. Сонымен қаражат берейін, барып сат, менің әкем жүре алмайды, қазір басында дейді. Барып әгі мешіт салдық, бәрін бітірдік, ашуын бәрін өткіздік. Содан кейін мен пендешілікпен енді ана мешітке кіреберіске былай мрамордан тақтайша қойдырттым. Аман Кәлетайұлы мен Төлебай Қосебекұлынан мұсылман қауымына деп. Енді өзімше атым мәңгілікке қалсын деп жүрмін ғой. Содан Аман аға келіп ашылуға. Содан әгіні көріп ештеңе деген жоқ, ол кісі көп тез.
сөйлемейді. Ылғи мына мудрость, ақылмандық сөзбен сөйлейді. Соны артынан барғанда бүйтеді: ей ұлдар, маған айт, сен немен ананы тақтайды іліп қойғансың? Мәңгілік деген тақтайдағы жазу емес, мәңгілік деген ұрпақ қалдыру. Алыпсыңдар деді. Соны тезірек келіп, енді ағамнан қорқам, алыпсаңдар, мен өзім жадырыпсам, алдай қойды ауылдағылар. Сон бірақ артынан Дархан кепті бетепті: мынаны ана бұрышқа тығып қойыңдар, төлемей өлгеннен кейін қайтадан жеміз депті. Енді ол қандай? Атақ іздемеген ғой. Оны Аллаға жаққан ісіңді Алла өзі білетін білген ғой. Мен Аман ағам сондай болды. Енді оның талай нәрселері бар. Бірақ та мәңгілік ұрпақта деген Баян апай. Біз осы жерде отырғандар Бәйжігіт деген ұрыдан тараймыз. Мақта деген анамыз бар. Соның ішінде Тәуке дегенден тараймыз. Тәукеден 3 жыл бар. 13 атада рулы ел болдық. Мына жеңгем, жаңа сіз ана кісіні тентек дедіңіз, ол кісі тентек емес ерке ағам. Бұзық мына Баян апай. Мына самый преступный поселок Қазақстанда туған, тұғылды. Мұқымағы кім балық аулайды, кім айтеді, мүйтеді, бәрін өздері шәт етіп отырды ғой телефонмен. В общем, смотришь. Мына қыздар сендерге айтатыным, енді келін болып, есік сыпыртады ғой ана жақ. Оған ренжуге болмайды екен. Мына Қазақстанда ерлер әйелдерден 11 жыл кем өмір сүретін дәрігер профессормын ғой. Түбі осы Баян апай шықты бір рудың президенті болып қалсындар. Баян апай қазір Тәукелердің президенті. Маған айтты, Тәукелердің списогін жина деді, соны жинап жүрмелі. Сол сияқты Дархан Жанболат үлкені, полковник. Одан кейін Дархан. Мысалы, Дарханның бойындағы жетістік, эффективность его превышает 10 кісінің басындағы нәрсені. 10 кісінің басында. Сенатор. Бір сенатор бар ма? Министр. Жоқ па? Чрезвычайный полномоченный посол. С начала создания человечества в Тарбағатайском районе. Первый. Міне? Уәзір. Президенттің замы по политической части. Мына 30 жылдық егемендіктің жанында, патшаның жанында жүріп, соқтыртпай, бәріне соғыс қылмай алып келген сол ғой. Мына ауамыз да тыныштық осы Дарханның еңбегі де бар. 5 жыл соғыста жүріп келді, 4 жыл. Украинада посол. 4 жыл соғысқа қатысып келді. Келешегі мол. Бала шағасы бар, құдалары бәрі келіп жатыр. Екінші, мен Дарханға айтқам: сен ана Тарбағатайдан шыққан генерал жоғын, сен ана Жанболатты генерал қыл деп өзім. Енді коррупция қайтедім ғой. Соны оны тікене olmай болды. Мына Қайрат енді МИДте істейді, директор департаменті Румыния неше түрлі істеген. Оны мынаға дейтін 4 баласы болды Қайрат. Соны Қайрат чрезвычайный полномоченный посол деп едім, өзі болды. Менің өкпім бар, тыңдамайды мені. Ал енді айтайын дегенім, Баян апай, мына қызықты Аман ағаның орнына көріп өзіңе жазыпты. Сен 13 поколениядан кейін мақтана септі алтын құрсақ ана боласың. Ол 3 баладан, жаңағы Тәукеден тарайтын 3 баладан 6000-нан астам кісі бар деп Дархан айтты маған. Менің списогімде что-то жетпей жүр, 1000-нан артық салыстыра алмай жүр. Сондықтан Дархан, бүгін қарап, Аман ағаның көзімен қарап, осы ситуацияға жылағым келіп отыр. Мына жаныңа жинаған достарың қандай? Мына Ұлықбекпен жерлес болған кейін бұрыннан доспыз, Астанада доспыз. Ана Гүлфайрuz Ақыновадан қыздарың бар мына. Бәріміз бір бөлек компания болатынбыз. Бір күні Шахмардан Абилов деген оперный певец маған айтты: "Ай Төлебай, менің әке шешемде бір рак кровиден өліп еді, мына полигон, Лебяжидің полигонның әсерінен мен барып тегін Японияға
өлең айтып келейін деп. Соны ертіп апардым. Сонда Нагасакиден ана Хиросима, Фукусима деген жерге дейін пойыз жүреді. Әлгі пойызға кірсем, Ұлықбектің Заманай деген өлеңін айтты. Жапон тілінде музыкасын, оны мен білмеймін, музыканы соғымды. Оны төлеген Қайырмасын Заманай дегені қазақша айтады. Ана немене? Білмеймін, аспап отырған, мұны естігім жоқ. Қалжыңдаймын деп. Соны ана Шақмардан ағамыз, Шақаға деймін, Шақағамыз өтті. Сонда мына таудың бөктерінде жүріп, таудың биіктігі көрінбейді дейді ғой қазағым. Сол мына дос болып жүріп, қандай деңгейде екенін сол жерде Нагасакидің пойызында естідім. Куши деген пойызы бар. Сондықтан бұл кісі керемет. Бір японка домбыра үйреніп, тек қана ана богатая в Хиросиме. Собственно телевидение Ұлықбектің өлеңдеріне Заманай. Музыкасын жазған Таға ағамыз Төлеген Мұхамеджан. Ал енді мына Бекболат бауырымыз ағаның баласындағы өсиетін естисіңдер бүгін аманатын өлеңін. Бекболат жазған, Апешов бауырымыз оны өңдеген. Сен осы ой керемет ең. Мына жаңа сіз тағы бірдеңе айттыңыз ғой. Бірдеңе билік аса, бірдеңе аса пісіп кететіндер. Менің апам біз бір көршінің жас жігіті зат бермей болғанда шіреп амандасып қойып бір отырғап Құран оқып Құдайдан сұрап бісміллә сақтай көрді. Мен балам ғой, неге сол ана амандаспаған кісіні Құдай сақтасын деп жатыр десе, ол білмейді ғой әлі деп айтады дейді. То есть мына гордыня, самый большой грех гордыня. Қазақшасын білмеймін. Сондықтан тәкаппарлық. Сондықтан міне 3 жыл бар олардың бала шағасы бар, бәрі өсіп-өсін, мәңгілік болыңыздар, аман есен болсын. Мына жерде менің мұғалімдарым отыр, интернатта мен тәрбиелеген апайым отыр, солай. Ал енді мына Қайрат туралы айтқым келіп тұр. Қайрат деген докторский диссертация мынандай. Всемирно известный ученый есть доказательство теоремы Закарьянова в математике. Дүние жүзіне. Міне қайтады. Мына дүние жүзіне белгілі кісі. Содан кейін бұл кісі Қазақстанның атын тағы дүние жүзіне шығарды. Алматыға келіп Всемирная зимняя универсиада өткізді. Қанша манағы халық арена, ана арена, мына арена бәрін аштыртып, әкімдерін тіл тауып, әйтіп, мүйтіп. Осы. Мына Қайраттың батырлығы туралы бір-екі нәрсе айтайын. Қайрат ренжіме, халық біліп жүру керек кім екенін. Өз менің нағашыларым Мадиптер. Ол, Мадиптер. Шәкен Зияш дегендер. Солар бекер бір ауылдан шешеді. Мен бір жеріміз ұқсайды. Сендері біреу. Сол Қайраттың бірінші Рахат Әлиевқа шыққан осы Қайрат. Әға спорт академиясын сауып жүрдім, соттасып, кәдімгідей соттасып тартып алды. Сол кезде Назарбаевтың елінде Рахаттың дүрлеп тұрған кезінде. Міне батырлық деген осы. Екіншісі маған ұнайтыны Шыңғысхандан Айманғұлова. Басқа ұлттар бір Қызылордаға барсақ бейді төлеуге кеткенше бәріміз 3 күн Айман болып тұрарсың деп. Сол сөйтті мен Шыңғысханды. Это великие дела. Мен жақында айттым ана Жошықанның, ана Жезқазғанның атын Жошықан қойып, сонда Шыңғысхан кім екенін қойып деп. Сондықтан арманың орындалады. Жаңа Атиллаға да, Шыңғысханға да қазақ елі әлі памятник қояды. Арғындарың болса, Гун деген арғын кім деп сұрадым бір профессорын венгрдің бейді. Ең жақын ұры кім десем бейді? Ең жақын ұрын арғындар. Қалай десем бейді? Олар арғы гундар дейді, біз де гунбыз дейді. Мәселе содан шығады дейді. Енді сол менің менен басқа, оның менен басқа жарайды. Сендерге айтып кетейін. Сондықтан мына сыйлап келгендерің, мына дарханың ортасын жинағандарың, келген құда бар, жекжат бар, бәрдеріңізге көп рахмет. Мен өзім әкем туралы бір кітап жазған мынандай ғана. Оны искусственный интеллектпен жаздым. Орысша жаздым айтын.
переведи, пожалуйста, на казахский язык, языком Мұхтар Әуезов из обои жолы деп, білмейтін жоқ екен. Мен білмейтін обороттарын жазып тұрды. Отырып жазған өзім осы. Содан кейін екіншісі, Дархан осы музейге міне Майраға бір Құран, ескі Құран, 1500 жыл жазған Құранды сыйладым. Ол Құран кімдікі деңізші? Мағжан Жұмабаевтың Қарт Қожа деген романы бар. Жаңадан қайтадан шықты, соны оқысаңыз. Сол Қарт Қожа первый технический инженер с высшим образованием қазақ. Ол мұны Сәтбаев, Тырышбаевтардан бұрын бітірген. Сол кісінің қарындасы 18 жыл была заместителем министра здравоохранения Акалима Бейсенина деген қарындасы. Потом открыл институт педиатрии, 22 жыл сонда болған. Сол кісіден алдым. А ол кісі менің туған енемнің шешесі. Сондықтан мен қалып қалдым. Короче, сондықтан осындай киелі кітап келіп жатыр. Алла қолдасын, аспанымыз тыныштық болсын. Жаңағы көңілдеріңіз үшін көп рахмет ағама келіп жатқан. Аман есен болайық. Көп рахмет. Бәрдеріңізді құттықтаймын. Шәкер мен неме? Ақылдардан көп сөйлеп қойдың ба? Сіз тек қана медицина емес, осы тарих, әдебиетті де жақсы білетін ағамыз деп есептейміз. Сізге көп рахмет. Енді құрметті қауым, уақыт болса бірталай таяп қалды. Тарбағатайдың әр тасы, әр тауы әпсана аңыз. Жаңа бұл жерде аңызға өздеріңіз білесіздер, қазақтың әскери өнерінің бастардары Қабанбай батыр, Дәулетбай батыр, бабаларымыз өткен. Әрімжан мен Жанұзақтың жыры қалған. Жаңағы Бақтиярдың қырық бұтағы деген жыр осы шығыс өңірінде. Жалпы өзі Алтай Тарбағатайдың ән жыры, музыкасының барлығы міне бізге таяп тұрған осы Алтай. Анау Арқаның мектебі десек, Батыстың мектебі десек, Алтай Тарбағатайдың бүкіл мәдениеттің барлығы осы Алтайдан тараған. Сондықтан бүгін міне осы мынау қара шаңырақ, бұл жерде міне осы бүкіл қазақ әдебиетінің, бүкіл қазақтың тарихы жиналған қасиетті орын. Осыған бүгін міне уақыттың өзі әкеліп, Аман ағамыздың рухын шат қылып, бәріміздің басымызды қосып отыр. Бұл деген бір жаңағы осы уақыт өлшемімен қаласаңыздар, бір Алла тағаланың берген жаңағы бір ризығы деп есептейміз. Міне облысымыздан облыстың Ербол Жолдасбекұлы да келіп, міне өте қуаныштымыз. Осындай орта мына келе жатқан ұрпақтарымызды жақсы тәрбие береді. Бізде де міне осы Тарбағатай ауданында кітап оқу, өзіміз группа ашып кітап оқып жатырмыз, жарысқа түсіп, жаңағы марафон жасап. Енді міне осы Аман ағамыздың бүкіл шығармашылығының өзі осындай ұлағат көрсетіп жатыр. Сіздерге өте ризамыз. Мынау біздің ақындарымыз былай дейді: ауыл бар біздің елде Шорға деген, ши басы шеңгел басы толған өлең, жүйрігін күнтөбіне жүгірткенде жолына баласының болған елең дейді. Қандай үлкен ақын болсын, өзінің сонау кішкентай ауылын аңсайды. Сол ауылдан асқан теңдесі жоқ, атамекен жоқ. Қарап отырсаңыздар, Аман ағаның өлеңінде тұйық деген жаңағы толдың бас жағындағы балалық шағы өткен жерді аңсайды. Сол жер бар ма екен, теңіз шайып кетті ау дейді. Былай қарасаңыздар, бұл ешкімнің де сол жер шайылып, ұмытылып та кетеді. Ал бұл туған жердің әр тасы, әр тарихы сол ақын жырларыменен қайтадан тіріледі. Көктемнен күзге дейін гүл ғұмыры, мың күннен өлең туған бір күн ұлы. Амандар жазып кеткен жыр жолынан келеді құлағыма қырдың үні. Ақынның туған жері жыр алаңы, ұлағат ұрпағына мұра бәрі. Айдында жүзген аппақ сәулеменен тебіреніп іңкәр дүние тұрады. Поэзия кеудемдегі қаған әлем, тербейтін жүрегімді даламенен, мөлтілдеп көкпен жердің арасында осылай келе жатыр аман өлең дейді.
Аман ағамыздың өлеңі бұл біздің ұрпақтарымыздың жүрегінде бүкіл осы қазақтың әдебиет сүйер қауымының мәңгілікке қалады деп есептейміз. Ары қарай біздің іс-шараларымыз жалғасады. Сіздерді жаңағы баян туралы бір айтып кетейін. Осы кісінің арқасында ғой баяндап айтқалы кешіріңіздер. Мен енді медицина саласын істеп жатқан жаңа Төлебай Қосебеков айтып өтті ғой, біздің министріміз болған бір кезде бізді басқарған. Былай қарап отырсақ, біздің осы өткізіп отырған шарамыздың барлығы осы сол кісінің жарына Баян ханымға байланысты. Баян енді мен сонау 72 жылы Лениногорск болған, ол кезде қазіргі лидерде интернатура өтіп жүрген кезде 3 айға Тұғылға жіберді. Ол кезде Тұғылда больница кіреберісте бір барақтың ішінде болатын. Кіреберіс жағы роддом, онан кейін терапия болды. Басқа ештеңе жоқ. 50 төсек аурухана болған. Сонда мен октябрьдің 1-інде келдім. Сол октябрьдің ортасында таман роддомға бір медсестра акушерка босанып жатыр деді. Оны ойымда ештеңе жоқ, таңертең содан кейін енді педиатрияда балалар бар көру керек қой. Барсам ана жердегі акушерка бар медсестра кіргізбейді ешқайсысы. Кіруге болмайды. Ол бастықтың әйелі. Ой, мен баланы көріп де шығамын, басқа ештеңе істемеймін. Сен қалана келгенсің, какой-то студент, интерн, пошел деп. Содан кейін кетіп қалдым да сол қайтадан келіп осы Дарханның жүрегін бірінші тыңдаған мен болдым. Босанып жатқан кезінде. Содан кейін аман мен кесіктім. Кескенде біз ол терапияны детскийға бөліп отделение жасап, как раз сол кезде Котова деген главврач болды. Сол кісі айтты, осы потребсөздің бастығын шақырайыншы, рабковтың бастығын шақырайыншы деп. Содан танысып, енді ол кезде спалған сана, мынау ештеңе білмейміз ғой, өзіміз ештеңе білмейміз. Келіп, ой, жақсы болды, содан кейін бүйттім. Мұнда кірейік деп. Ой, онда не бар? Ой, мұнда кірейік. Мұнда кірейік деп болмайды, оны не бар десем, ой, мұнда менің әйелім босанып жатыр. Ай, босанса менің әйелім тыңдап қойған болды деп. Содан екеуміз содан танысып кеттік. Содан кейін еліне Баян. Біз Ақжарда істедік, Тарғабатайда 30 жылдай жұмыс істедік, сол кезде аға медсестра болды. Өзі авторитетті болды, шынды айтқан жаңағы ол рух жағынан авторитет болса, медицина жағынан авторитет болды. Барлық медсестралар бір жерге жинап, әңгімесін айтып, бәріне өзінің ақыл кеңесін беріп, басқарып отыр. Сондықтан біз мақтанамыз. Егер бұның бір нәрсені көріп тұрып, жанынан өтіп кетіп, амандаспай кетсең біттің. Бір-екі сөз жоқ әңгімелеспейді. Сондықтан жаңа келесеміз деп тұрып амандасып, келіпсің ғой деді ғой. Сондықтан да бұл да үлкен қасиет. Сондықтан бүгінгі шара Алла Тағала жақсылығын берсін, Дарханға амандығын берсін, бала-шағаларына амандығын берсін. Осы келген қауымға үлкен біздің ғалымдарымыз, ақындарымыз, мықты азаматтарымыз келіп отыр. Үлкен сапарларыңыз мықты болсын. Осы шара жақсы өтіп, осы әулетке жақсылық берсін, амандық берсін. Баян ханымға ені бір елі жүр. Рахмет Марат аға. Қадірлі ағайын, келесі кезекте қазір Ақжар тойханасында ас беріледі, Құран оқылады. Құрметті қонақтар, алыстан келген қадірлі ағаларымыз, апаларымыз. Астында қазір астыңғы этажда сіздерге арналған фуршет бар еді. Соған дәмауыз тиіп бар. Есіктің алдына шыққанда автобустар тұр, соған жайғассаңыздар. Ақжар тойханасына. Сол кезде өзі басқарып жүрген жас қазақ дейтін газетке 90 жылдардың басында жариялады. Одан кейін жас алаш газетін ұсынып еді, олар шығарды. Қазақ әдебиетін ұсынып еді, олар шығарды. Жұлдыз басын өліп, олар шығарды. Шықмайды, поэзияда. Өлеңінің жақсылығы. Жайыққадан сылды сөзіміз, ойға толы, айтары бар.
Олар мына жан жүректен шыққан өзіне өзі жол ашып сосын мен мына өскеменде шағын кітаптар бар екен оларды сақтап өзі үшін ал енді мынау 60 жасына орай кезінде өзінің өтініші бойынша жинақтап ішінен